Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысқа арналған икра салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге помидор, сәбіз, болгарский, баклажан, чеснок керек болады. Осылардың барлығын кезекпен мясорубкіден өткізіп алатын боламыз. Ең алдымен біз помидорларымызды мясорубкіден өткіземіз. Бізде төмендегі описание бөлімінде барлығы толық қанша килограмм керек екені жазылатын болады. Осылай барлығын өзімізге керек ыдысымызға салып алатын боламыз. Помидордан кейін осылайынан сәбізді мясорубкіден шығарамын да барлығын кезекпен кезек бір-бірінің үстінен салып алатын боламыз. Келесі кезекте бізде болгарский, оны да осылайынан мясорубкіден шығарып, барлығын бір-бірінің үстіне, яғни кастрюльге салып алатын боламыз. Ендігі кезек бізде баклажан. Баклажанның сыртын ашып тастасаңыздар да болады, ашпай салсаңыздар да болады. Баклажан негізі салу міндетті емес. Одан кейін осылайынан чесноктарымыздың барлығын салып алатын боламыз. Және де арасына осылайынан екі қызыл ащы бұрыш салатын боламыз. Екеу немесе біреуін салсаңыздар да болады. Барлығын осылай ыдысымызға салып аламыз да жақсы бір келкі, бір масса болғанша осылайынан араластырып аламыз да газге қойып бетін жауып қоямыз. Бізде уже осылайынан әдемі болып қайнап шығады. Қайнап шыққаннан кейін тұз, қант, сұйық майымызды, лавр жапырақтарымызды, қара бұрыштарымызды салып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырып алатын боламыз. Одан кейін жай отта 40-45 минут қайнатып аламыз да өзімізге керек банкілерімізге құйып алатын боламыз. Менде 2 литрлік банкіден 4 шықты. Одан кейін осылай бұрандамен жақсылап бұрайтын боламыз. Бұл жерде бізде ең маңызды сәт осы бұрандалар. Осылайынан төңкеріп қойып бір түнге қалдыратын боламыз. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!